Қайырлы күн, құрметті тыңдарман көрермен. Сіздермен эфирде қайта қауышқаныма қуаныштымын. Сәтті күн бағдарламасының екінші шығарылымы өз жұмысын бастайды. Сіздермен бірге мен Айдана Болатқызы, және де бүгін студиямыздың қонағы жаны өлеңмен тербелген жас ақын, жас қаламгер әрі студент Сағынтай Ақжігіт. Ақжігіт мырза, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Көңіл күйім өте керемет. Рахмет осылай шақырып жатқандарыңызға. Тамаша, ендеше сұхбатымызды бастамас бұрын әуезді әнге кезек берейік. Құрметті достар, біз эфирге қайта оралдық. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ, Ақжігіт мырза, өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, қай өңірдің тумасысыз? Мен осы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қасым Аманжолов ауылында дүниеге келдім. Енді осы өлеңге де әкелген сол Қасымның киелі топырағы деп ойлаймын. Жаңағы қызыл көшенде топырағын түртсең өлең оқитын, өлеңнің сазды үні шығатын өлке. Сол өлкеде Қасымның өлеңдерін жаттап жүріп, арман қуып қалаға келдік. Осы Қарқаралының баласы болып, Қарқаралыдағы Мәди Қазыбектердің ізін жалғап осы өлеңге оралып жатырмыз. Тамаша. Өлең жазуға алғаш не шабыт берді, не түрткі болды? Өлең жазу негізі айтады, Мұхтар Мағауин айтады ғой. Ол адамға берілетін таланттан емес, машықтан деп. Сол машықтанып өлең жазып көріп, әркімнің өлеңін оқып жүрдік. Соны өзімнің қолымнан келетін шығар деп бастап көрдік. Осылай осы жолға да келдік. Тамаша. Сіз үшін ақын болу деген не? Ақын болу деген, мен ол сұрақтың әлі жауабын таппадым. Өзімді ақын деп айта алмаймын әлі. Өзімнің қатарластарым жанында бір кішігірім төмпешік сияқты болып қалам. Негізі бұлай өлең жазып, бала кезден өлең жазып бастадық. Жақсы биіктерден көріне бастадық, жарыстарға қатысып жүрдік. Онан кейін осы өлеңге деген шырақ сөніп қалғандай болды мектеп кезде. Мектеп енді ол кезде менің тәртібім нашар болды. Білімге денді дұрыс қоймадым. Онан кейін осы 11-ші сыныпта кітап оқып жүріп, небір кітап оқып, кітап адамды өзімен бірге алып кетеді екен ғой. Сол кітаптың ішінде жүріп, өзімнің санамды үлкейтіп, ортамды өзгертіп, осы кітап әлеміне келдім. Енді қазір баяғы өскен шырақты қайта жағып жатырмыз. Өзім жанында жүрген жігіттердің ақылын тыңдап, алтын асықтай, күміс қасықтай жігіттердің жанында жүрміз. Солармен бірге әрқатай дамысақ деген ойдамыз қазір. Тамаша. Қандай тақырыптарда жиі қалам тербейсіз? Енді қазір махаббат жазатын уақытымыз ғой. Тек махаббатта кетіп жатыр. Туған жер деп жазсаң, арты сол махаббат құласып кетеді. Өлең жазуға сізде мотивация кім береді? Музаңыз бар ма? Музам жоқ әлі. Бірақ бір қызға сырттай ғашық болып, соны қағазға түртіп алатыным бар арасында. Ол қызбен қазір бірақ махаббаттарыңыз жоқ қой, сол кетеді ғой. Өзіңізге үлгі тұтар ақындар кімдер деп ойлайсыз сіз үшін? Мен үшін ба? Жаңа айтқаным бірінші Қасым Аманжолов деп айта аламын. Онан кейін ол Мұхтар Шахановты ауыз толтырып айтуға болады. Кейін қазіргі ақындардан Серік Сағынтаймын, осы Ақтоғай өңірінің ақыны. Сол кісінің өлеңдерін жиі оқимын. Осы қазір Қарағандыдағы қабырғалы ақындардың бірі Жанат Шаңқашұлы. Ол кісі менің ауылдасым. Сол кісіде маған бір мотивация болады. Бауырым деп жетектеп, жетелеп, небір ұйымдарға кіргізеді, сахналарға шығарып жүреді. Сол кісілер осы менің бір түсетін адамдарым. Қазіргі жас буын поэзияны қалай қабылдайды? Қазіргі жас буын поэзияны ерекше қабылдайды. Қазір өлең оқитын жас өте көп, кітап оқитын жас көбейіп келе жатыр. Поэзияны тереңдеп түсініп оқиды. Ол түбінде не жатыр? Мен барлығын бірдей айта алмаймын, бірақ сондай ортада болғасын поэзияны дәріптеп құрметтеп оқитын жастардың көптігіне қуанамын. Осындай белгілі бір ұйымға, орталыққа барып қатысып тұрасыздар ма? Иә, мысалға универдің ішінде де, универден бөлек те былай ұйымдар бар, кітап оқу ұйымдары.
жаңа кітап оқыған адамның санасы ұлғаяды ғой. 2 аптада бір рет кітап оқып тұрамыз, бір ұйымда емес, бірнеше ұйымда бармыз. Сол санамызды кеңейтіп, қазір жас қаламгер деген ұйым ашыла бастады. Жас ақындарды қолдап, қолпаштап, өлеңдерін жинақ етіп кітапқа енгізіп жатыр. Сондай ұйымдарда бармыз қазір. Ол жерде жастар көп пе, әлде аз ба? Жастар өте көп. Ол жерде жаңа бас болып жүрген үлкен ағалар бар. Сол кісілердің ақылын тыңдап, бір-біріміз жетектеп, сүйреліп келе жатырмыз. Жастар өте көп өлең жазатын, қалам ұштап жүрген. Тамаша, жастардың көптігі әрине бізді қуантады. Қазіргі жастар болашақта сіз өзіңіздің ойыңызша поэзия мен филологияны қалай ұштастырасыз? Қалай ұштастырғанда сол барлығы бір кітапқа келіп тірелетін сияқты. Ол филология, ол ненің жаңағы өнердің ордасы десек болады. Әрқайсынан барып өлең сұрасаң өлең оқып беретін балалар. Кім болсын бәрі бір-бірінен асып тұрған балалар. Қазір жазбаймын десе де бұрын жазған өлеңдерін оқиды. Барлығы бір топырағын түртсең өлең оқитын балалар болып тұр ғой барлығы. Тамаша, бізде жарнамалық үзіліс, одан кейін қайттан қауышатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі эфиріміздің қонағы жыр әлеміне жақын, жаста болса ойы терең, қаламы қарымды жас ақын Ақжігіт мырза келіп отыр. Сізге қояр сұрағым, қай туындыңыз өзіңізге жақын, жүрегіңізге ыстық деп санайсыз, соны қонақ кәде ретінде сізден сұрасам? Енді жаңа айтып өткендей, жас болғасын махаббатты жазамыз. Сол бір қызға арнаған өлеңімді оқып берсем. Ой санамда бір сезім алағашта, не бір жігіт жолымда жағаласта, бір аруға асығып жолға шығам, бетке алып еңбекпен қарағашта. Айдың нұры төгілгендей келбетіне, періштері әкелгендей жер бетіне, өзіне баурап алды көркемдігі, көз тоймай қарай бердім тербетіле. Кербез ару бірақ сәтте ғашық етті мен өзіне асық етті, жүрегіме нұр құйғандай назды күлкі, нұрсыз қалған жүректі жарық етті. Көрсем дағы қаланың санаруын, алғаш көрдім көз тойдырар дала гүлін, шіркін гүлге қолымның жетпеген ай, жеңе алмадым мен оның қарауылын. Сезім үшін тым биік самғап келем, өткіншіде өзімді алдап келем, жолы қардай дәл осы дала гүлі, гүл жарлар мен бақтарды шарлап келем. Тамаша, қаламыз ұштала берсін. Сізге келесі сұрағым, жазуға отырмас бұрын қандай күйде боласыз? Шабытты қалай оятасыз? Шабыт оятқанда олай ғой. Бір оқиғаға сүйемелдеп жазылады көбінде. Бір бойыңда бір сезім оянғанда, жаңағы тарихи жерлерге барған кезде рухың оянады ғой. Тура сол сияқты жазған өлеңді бостан бос құрай салғаннан гөрі шабытпен жазған ерекше болады. Жүректен шығады деген сияқты. Ол жаңағы айтқандай оқиғаға сүйемелденіп, көз алдында болған нәрсені көбінде өлең қылып жазуға тырысамын. Ақын болу белгілі бір жауапкершілікті талап ете ме? Ақын болу оңай емес деп ойлаймын. Әлі өзім ақын емеспін ғой, бірақ көбінде ақындарда дос болмайды. Ақын жалғыз болғанды қалайды деп айтады. Жаңағы Мұхтар Мағауиннің өзі осы қаламын ұштап шығармашылық үшін өзінің бауырларын құрбандыққа шалған, ешкіммен араласпай кеткен. Осы қаламын ұштап жазарман болған адам тағдыры қиын болады деп ойлаймын. Көбінесе жалғыз қалып, өзіңізбен өзіңіз отырып өлең жазғанды ұнатасыз. Иә, ол жаныңда біреу болып, ол ойыңды бұзады деген сияқты ғой. Ойлап тұрған нәрсеңді жазудың өзі кейде ойыңда небір өлең жүгіріп өтеді, жаңағыны түртіп алу, қағазға түртіп алу оңай нәрсе емес. Мүмкін автобуста, қоғамдық көліктерде кетіп бара жатқан кезде бір ойыңызға шабыт түсе қалған кезде оны сіз қайда түсіресіз? Бірден телефонды алып заметкеге жаза қоямыз ғой. Ол автобуста да бір сыртынан бір қызды қарап отырып жазуға болады. Тіпті мысалы осы Қарағандыда жүріп небір ғимараттарға жаңағы мүсіндерге шығарған өлеңдер бар. Әртүрлі жанрда кете береді ғой. Ол адамның шабыты өзі оянатын кезі болады. Қазіргі таңда өзіңіз қанша өлең жаздыңыз? Өлеңім санамаппын. Ол қағазға жазғаным бар. Басқа соткаға жинағаным бар. Көбінде жинақ қылып
жинақтамайсыз, иә, әр жерде шашылып қала береді. Сәл салақтығым бар өлеңге. Бірақ әртүрлі тақырыпты қамти бересіз. Махаббат, табиғат, туған жер. Сол өлеңді жазып, сол өлеңді ұмытып кететін кездерім болады. Бір қарап отырып, менде андай өлең бар екен ғой деп ойлап қаласың кейде. Тамаша. Қымбатты достар, бізде ақпараттық үзіліс, қайта қауышатын боламыз. Ардақты ағайын, біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырып кетсек, Ақжігіт мырза, Қасым Аманжоловтың туған жерінде өскенін шығармашылығыңызға қалай әсер етті? Бәріміз туған жер десе жүрегіміз елжірейді ғой. Туған жер туралы жазған жырыңыз бар ма? Ондай жырлар бар, бірақ өкінішке орай қазір қолымда болмай тұр. Кешірім сұраймын. Бірақ осы ауылды сағынғанда оқитын бір ағамның өлеңі бар еді, Аңсау деген, Нұрдәулет Бақытұлының өлеңі. Көктем келіп құлпырып тұрғанменен, жүрексіздер жиналған мұнда кілең, туған жерден кетерде арман қеріп, құшақ ашар қалада кім бар дегем. Мұнда келу бағым ба, сорым беді, мені қатты тоңдырды өмір желі. Қарт демірші, не таптым сенен кетіп, соны ойласам қабырғам сөгіледі. Қалаға келсем бақыт орнайтындай, аңсай бердім неліктен талмай тынбай. Қалада ешкім бақытсыз болмағандай, ауылда ешкім бақытты болмайтындай. Сен дұлыңды танырсың жырларынан, сен деп жазған ерекше арғағынан. Темірші деп балконда өлең жазған, мен өзімді аяймын бір жағынан. Сырын ұға алмаған небір адам, теміршімен сырласам көңіл алаң. Қалада сайран салып жүргеніңмен, бауырыма кеп жатарсың деді маған. Тас темірші, бақытты бізден көрі, мен де қайтқым келеді ізбен кері. Көктеміңді аңсаймын туған дала, еселікті сағындым күздердегі. Темірші, сен не деген керемет ең, сен ойласам еріксіз елең етем. Туған жердің қадірін білу үшін қалада қаңғып жүру керек екен. Керемет, бір сәтке туған жерімізге шолу жасап, бір балалық шаққа саяхат жасап келгендей болдық. Тамаша өлең екен. Әрі қарай сізге қояр сұрағым, филология мамандығы сіздің шығармашылығыңызға қандай көмегін берді дейміз ғой, білім берді? Сол филология мені кітапқа келді. Небір кітаптар оқытқызды. Жаңағы оған дейін жар, дастан дегенді мүлдем оқымайтынмын, тек қазақ әдебиеті. Сол классика оқи бердік. Онан кейін осы өзіміздің тарихи шығармаларымызды, жаңағы жыр, дастандарды оқып, кәдімгідей өрісіміз кеңейді. Филология ол өлеңнің ортасы. Мысалға маған айтылады, сен онда не үшін оқып жатырсың, дым болашағы жоқ деп. Мен ол жерде бір өзім орным тапқым келді, тек осы өлең жолында орын тапқым келді. Керемет, осы мен ақша таппасам да осы жүрегіңіз қалаған, тілге деген, жаңағы тілге бір жанашыр адам болғым келді. Тамаша. Қандай әдеби жобаларға қатыстыңыз осы уақытқа дейін? Осы уақытқа дейін тұлға деген болатын бұрын. Сол тұлғаға қатыстық. Халықаралық деңгейге дейін өттік. Мұхтар Шахановтың алдында өлең оқыдық. Жаңағы осы айтыстың ақтаңгері Дидар Қамилармен жолықтық. Аманжол Әлтайдың алдында өлең оқыдық. Үлкен жетістіктерге жеткізді осы өлең. Тек алғыс айтамын осы өлеңге, басқа дым айта алмаймын. Өлең жолы бір керемет ортаға әкелді мені. Жас ақын ретінде қоғамға қандай ой айтқыңыз келеді? Қоғамға қазір айтатын тек осы біздің тарих зерттелмей жатыр. Жаңағы біздің зиялы қауым, сол кісінің өлеңдері, шығармалары қазір тәуелсіз мемлекет болсақ та атын атауға қорқатын адамдар бар. Ол кісінің аты былай тұрсын, шығармаларын оқымайды. Соны дамытып көтеруді жоспарлап жүрміз. Қазір Әлихан Бөкейханның басына барып, Әлімхан Ермектің басына барып, сол кісілерді дәріптеп жүрміз. Тек осы қазақ зиялыларының аты аталып, көші ілгері жүре бергенін қалаймыз. Тамаша. Бізде әуезді ән, одан кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермен тыңдарман, біз эфирге қайта оралдық. Ақжігіт мырзамен сұхбатымызды жалғастырсақ, Ақжігіт мырза, сөздің киесін сезінген сәтіңіз есінде ме? Сөз адамның жемісі деп айтып атамыз ғой. Қалай ойлайсың, сол орындалып жатады дейді. Сіз осыған қалай жауап берер едіңіз? Ол сөз деген ол киелі ұғым. Қазақ айтады ғой,
жақсы сөз сөйлеу керек, жақсы сөз жарамас деп айтады. Жаңағы сөз сүйектен өтеді дейді. Осы барлығы бір 3-4 сөзде жинақталған осы ұғымның бәрі. Мысалға ондай менде сөздің бір қасиетін сезген кез болды. Кезінде апам мен басым сипалап отырып, осы бала ақын болады, осы баланың бағы жанат деп басым сипалап отырып, небір кітап оқытысатын, менің жазған тақпақтарымды, небір өлеңдерімді апам жинап жүрген. Сол апамның айтқан дұға тілектері қабыл болған сияқты деп ойлаймын. Апамның жақсы сөз айтуы бәрі осы менің өлең жолыма келуінің бір жемісі деп ойлаймын. Тамаша. Қай кезде өлең жақсы туады? Қуанышта ма, мұнда ма? Ол көбінде мұнда туады ғой. Адам өзі ойға беріледі, жалғыз қалғысы келеді, сол кезде өлең туады. Көбінде шабыт түнде келеді. Жаңағы түнде ойға батқан кезде ойға батып небір ойларды санасында небір ой жүгіріп өтеді. Қиялда жатқан кезде осы өлеңдер дүниеге келіп жатады. Сынды қалай қабылдайсыз? Сынды өте жақсы қабылдаймын. Мен өзімді сынағанды ұнатамын. Мені бостан бос былапыттап мақтай бергеннен сынап, мына жерің дұрыс емес, мына жерің қате деп айтқан жаныма жағымды болады. Көбінде осы мені әкем сынайтын. Сен дұрыс бала емессің деген сияқты. Ол маған бір қате санама мүлдем қате әсер етпейді. Басқа ағымға кетуге мүлдем әсері жоқ. Тек өзімді жігерлендіруге әсер етеді. Осы адамға тек сын айтылған дұрыс деп ойлаймын. Келешекте жеке жыр ойыңызды, жинағыңызды шығару ойыңызда бар ма? Иә, ол үшін талмай еңбектену керек, көп кітап оқу керек деген. Жыр жинақ шықпаған кім қаламайды. Осы қазақ поэзиясына бір кітап осын қалдырып кетсек, ол үлкен жетістік деп ойлаймын. 5-10 жылдан кейін Құдай қаласа, қай жерде өзіңізді елестетесіз, қалай елестетесіз? Өзімді сол кілең жазушылардың ордасында осы тілдің жанашыры болғанды елестетемін. Көбінде соны ойлаймын, соны мақсат тұтамын. Бір бизнес емес, бір кәсіптің басшысы емес, тек осы тілдің айналасында, өлеңнің айналасында жүргенімді қалаймын. Қандай ақын жазушылармен араласасыз? Қазір осы жанымда досым бар, Нұрасыл Аманжол деген. Ол да бір керемет ақын балалардың бірі. Араласатын сол Жанат Шаңқашұлы, жаңағы Серік Сағынтай, сол кісілердің шашпағын көтеріп жүрміз. Руслан Нұрбайлардың артынан еріп келеміз. Тағы сол сияқты осы арқаның дүрілдеген ақындардың артынан еріп, сол кісілердің қолпаштауымен жүріп келеміз. Тамаша. Қандай тақырыпта әлі жыр жазуға жүрегіңіз бармай жүр? Көбінде негізі шабыт келеді, бірақ жазғым келмейтіні осы туған жер жазғым келмейді көбінде. Жазғандарым бар, бірақ туған жерді мен бір жеткізе алмайтын сияқты боламын. Осы туған жердің қасиетін өлеңге сіңдіре алмайтындай боламын. Ол бір қасиетті мекенді үлкен бір өлең етіп, поэма етіп жазғым келеді. Бір жай тақпақ етіп, өлеңші болып, өлең жаза салғаннан гөрі үлкен ауқымды тақырыпта жазғым келеді. Өзіңіздің өмірлік ұраныңыз қандай? Өмірлік ұраным Абайдың сөзі бар ғой. Қалай еді? Айта беріңіз, өз ойыңызбен. Жарайды, өз ойымды ете салайын. Адамды сүй. Адамды сүй, Алланың хикметін сез дейді ғой. Осыны бойыма дарытып, осы сөзбен басып келем. Онан кейін санамда жүретіні осы бауырларымнан ажырағым келмейді. Жаңа Мұхтар Мағауинді айттым ғой. Ол бауырларым құрбандыққа шақырған деп мен ондайға бара алмаймын. Ағайын табылады, ақша табылады, ағайын табылмайды дегенді көп жерде айтамын. Осы жетістікке жетудің өзі осы бауырлардың арқасы деп айтсам болады. Солармен бірге шабытымды оятып, бірге жетектеп, осы өлең жолында да солармен бірге келгем. Сол Егер поэзия болмаса, өзіңізді қай салада көрер едіңіз? Мен өзімді негізі бала кезімде аспаз болғым келген.
Бұған келмесем мен сол жаққа кетермедім деп ойлаймын. Осын негізі осы өлеңге өзімді өзім сүйреп әкелдім. Бұлай менің әкем математикаға бергісі келген, оның болашағы бар деп жаңағы IT-ға бергісі келген. Мен көнбей қарсыласып осы өзімді өлеңге әкелдім. Сіз үшін шабыт ол Алланың берген дүниесі ме, әлде өзіңіздің ішкі жан дүниеңізден шыққан тума талант дейді ғой, сондай ма, қалай ойлайсыз? Мен талант дегенге сенбеймін, сол Құдайдың бергені шығар. Тек машықтанып, еңбектенсе ғана болады. Ол отырып менің талантым шығар ма екен деп ойлау бос әңгіме. Жаңа көп кітап оқып, зерделеп, өлеңдер жазсаң барлығы ол пайда бола береді ғой. Тамаша. Сөзіңізді осы жерден үзейін, бізде жарнамалық үзіліс. Құрметті көрермен тыңдарман, біздің сұхбатымыз осымен өз мәресіне жетті. Бүгінгі біздің қонағымыз жүрегі жырмен соққан, болашағынан үлкен үміт күттіретін жас ақын Сағынтай Ақжігіт мырза. Өлеңге деген шынайы махаббаты мен туған жерге деген құрметі арқылы тыңдарманға рухани әсер сыйлады деп сенеміз. Сізге шығармашылық шабыт, биік белестер және талмайтын талпыныс тілейміз. Қаламыңыз ұштала берсін, жырыңыз мәңгілікке айналсын деген тілек айтамыз. Ақжігіт мырза, егер көрермендерге айтар жылы лебізіңіз, сәлемдемеңіз болса мархабат. Көрермендерге айтарым, көрермен болғанда өзімнің осы толқындастарыма, қатарластарыма айтарым. Сол тек бір ақыл ретінде айтайыншы. Еліңді сүй, тіліңді құрметте деп айтқым келеді. Осы тарихқа көңіл бөлгендеріңді қалаймын. Осы жастардың қазір рухы, жаңағы санасы кішірейіп қалған. Мен өзімді бір керемет деп айтпаймын. Бәріміздің осы санамыз, рухымыз шыртиқта жатыр. Соны міржақып оята алмады ғой. Соны өзіміз қазір қолға алсақ, кітап оқысақ, жаңағы тарихқа көңіл бөлсек, жаңағы тарихқа бет бұрмасаң, болашақ тас лақтыра күтеді дейді ғой. Сол тек оқу білімге көңіл бөлу қажет деп ойлаймын. Сол жастарға айтарым, өзімнің қатарластарыма айтарым тек осы. Тамаша. Құрметті тыңдарман көрермен, осы сәтті күн бағдарламасында бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айдана Болатқызы. Арнамыздан ауыспаңыздар, себебі алда жүректен жүрекке құттықтау сазды бағдарламасында кездесетін боламыз.